Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының абонементтер бөлімі назарларыңызға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезеңі жолдау бойынша баспа басылымдары материалдарының бейнешолуын ұсынады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтың құрамына кірмейтін кенттер мен ауылдардың әкімдерін тікелей сайлау туралы тапсырма бергендігі белгілі. Не осы мәселеге орай Мәжілістің заңнама және сот-құқықтық реформа комитеті Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сайлау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобаларын таныстырылымын бейнеконференция форматында өткізді. Бұл туралы Егемен Қазақстан газетінде 14 сәуірде жарияланған Светлана Ғалымжанқызының заң жобаларын таныстырылымы өтті деп аталатын материалында жан-жақты әңгіме көтерілген. Отырысты ашқан заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрағасы Қанат Мусин президенттің тапсырмасына сай тиісті сайлау 2021 жылдың екінші жартысына белгіленгенін айтты. Сонымен қатар, бұл заң жобалары бірнеше бағыттан тұратынын, оның барлығы мұқият талқылауды қажет ететініне назар аударды. Жиынға депутаттармен қатар мемлекеттік органдардың өкілдері сайлау процесі мен жалпы сайлау заңнамасын одан әрі дамытуға мүдделі түрлі үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Заң жобасы бойынша баяндама жасаған ұлттық экономика вице-министрі Әлішер Әбдікәдіров заң жобасында сайлауды тағайындау, кандидаттарды ұсыну, тіркеу, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің сайлауын өткізу, кандидаттарды қолдау үшін қол жинау, дауыстарды санау және тағы басқа тәртіптерді белгілеу бөлігінде өзгерістер енгізу ұсынылатынын атап өтті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында цифрландыру мәселелеріне жеке тоқталып, оны барлық реформалардың негізгі элементі ретінде көрсеткен болатын. Шынында, соңғы 2 жылдықта IT-технологиялар адамзат өмірінің барлық салаларынан нық еніп қана қоймай, сонымен бірге мемлекет басшысы өзінің жолдауында айтқандай, тұтас мемлекеттер мен экономиканың секторларын дамытуда маңызды роль атқара бастады және ұлттық бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізудің басты құралына айналды. Цифрландыру ұлт жоспары аясында жүзеге асырылған отандық сот жүйесін модернизациялаудың маңызды элементі. Қостанай облысының қылмыстық істер жөніндегі сот отырысының хатшысы Жұлдызай Мұхамеджанова өңірлік порядок и право газетінің 15 сәуірдегі тәртіп және құқық аталатын қазақша бетіндегі цифрландыру халықтың сотқа деген сенімін арттырады атты мақаласында осы мәселеге назар аударған. Мақала авторы 2017 жылдың қыркүйегінде цифрландыру жөніндегі республикалық кеңес аясында Қазақстан Республикасы жоғарғы соты ахуалдық орталығының презентациясы өтті. Бүгінгі күні ахуалдық орталық мекемелердің жұмысын нақты уақыт режимінде бақылаудың бірыңғай жүйесі. Ол 700-ден астам көрсеткіштер бойынша еліміздің соттарының келіп түскен қазіргі заманғы сот ақпаратын тәулік бойы жинауға және талдауға мүмкіндік береді. Оның ішінде процессуалдық мерзімдерді бақылау, дыбыс және бейне жазбаларды қолдану, сот процестерінің уақытылы басталуын қадағалауға мүмкіндік береді. Сот статистикасын жүргізуге ерекше назар аударылады. Сонымен қатар, ахуалдық орталық республиканың барлық сот залдарындағы сот процестерінің барысын бақылай алады. Отандық электрондық сот төлегінің дамуының жоғары деңгейі
соттардың пандемия жағдайында үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етті. Сонымен қатар, елде карантиндік шаралар жүргізу кезінде істерді қашықтықтан қарауға тез көшуді қамтамасыз етті деп нақты мағлұмат береді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы жолдауында 2021 жылы шенеуніктердің санын 25%-ға қысқарту міндетін қойған еді. Осы үрдіс басталды ма? Облыстық Қостанай таңы газетінде 20 сәуірде жарияланған Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Қостанай облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңестің төрағасы Асхат Ескендіровпен сұхбатта осы сауал төңірегінде әңгіме өрбиді. Жиын жемісі сапалы кадр деп аталатын материалда сұхбаттасушы журналист Аслан Қанғожин өңірдегі мемлекеттік қызметтің қазіргі таңдағы жай-күйі мен болашағы туралы сыр тарта отырып бірқатар мәліметті алға тартады. Облыста 662 мемлекеттік орган бар. Олардағы штат саны 6210. Алайда нақты жұмыс істеп отырғаны 5588 адам, немесе 622 орын бос. Президенттің тапсырмасына сәйкес қысқарту жұмыстары 1 шілдеде басталады. Орталық басқарушы мекемелерді қоспай, тек жергілікті атқарушы органдарды алып қарасақ, олардағы штат 3749 бірлік болғанымен, 3260 адам жұмыс істеп отыр. Яғни бос орындар саны 479. Осы 400-ден астам бірлік қысқарады, дейді Асхат Бартыржанұлы. Биылғы 20 сәуірде Білімді ел Республикалық білімділік қоғамдық саяси газетінде жарияланған шетелде кадрлар даярлаудың маңызы атты материалда президентіміздің халыққа жолдауында үкіметке жыл сайын әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында 500 ғалымның тағылымдамадан өтуін қамтамасыз ету тапсырмасына орай Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысы өткендігі айтылады. Болашақ бағдарламасы бойынша үміткерлер арасындағы байқау, ғалымдар үшін тағылымдамалардың бекітілгені туралы мағлұмат берілген. Назар аударғандарыңызға рахмет.